Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі пәніміздің атауы Қазақстан тарихы. Сабағымыздың тақырыбы қола дәуіріндегі Қазақстан. Сіздермен бүгін сабақ өтетін оқытушы Жансүгіров колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Тергеусизова Сауле Мұратовна. Бүгінгі сабағымыздың жоспары. Біріншісі, Қазақстан аумағындағы қола дәуірі. Екінші сұрақ, Қазақстандағы Андронов мәдениеті. Үшінші сұрақ, Беғазы Дәндібай мәдениетінің ерекшеліктері. Және төртіншісі, жерлеу салтындағы өзгерістер. Сабағымыздың мақсаты: Қазақстан аумағындағы қола дәуірінің археологиялық мәдениетінің ерекшеліктерін талдау. Бүгінгі сабағымызда кездесетін кілтті сөздер: археологиялық мәдениет, археологиялық ескерткіш, Петров мәдениеті, Алакөл мәдениеті, Федоров мәдениеті және Беғазы Дәндібай мәдениеті. Қола дәуірі адамзат дамуында, еңбек құралдарын және қару-жарақ жасауда қола іргелі материалға айналған тарихи мәдени кезең. Бұл дәуір біздің заманымызға дейінгі 4-1 мыңжылдықтарды қамтиды. Археологияда бұл кезеңді Андронов мәдениетінің өркенде дәуірі деп атайды. Андронов мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың соңғы жартысы мен 1 мыңжылдықтың басында Батыс Сібір, Орал маңы және Қазақстан мен Орта Азияның кең алқабын мекендеген тайпалардың тұрмысын бейнелейтін кезең болып табылады. Қола дәуірі. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Қазақстан жерінде қола дәуірі осыдан 4 мың жыл бұрын, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңыншы жылдықтан басталған. Қола дәуірі жалпы адамзат баласының даму тарихында ерекше орын алды. Қола дәуірінде жалпы адамзат металл өңдеуді игерді. Зерттеушілердің көпшілігі қола дәуірін 3 кезеңге бөледі. Біріншісі ерте қола кезеңі, екіншісі орта қола кезеңі және үшіншісі кейінгі қола кезеңі. Бұл кезеңдер алғашқы зерттелген ескерткіштер атына сәйкес Федоров, Алакөл және Замараев деп аталады. Сынтасты мәдениеті. Сынтасты мәдениеті Ресейдегі оңтүстік Орал жазығында шоғырланған. Бұл мәдениет саз балшықтан дөңгелете немесе тік төртбұрышты пішінді ерекше үлгімен тұрғызылған қоныстармен, екі аяқты арба және жылқыны қоса көмген жерлеу орындарымен белгілі. Осы қоныстардың ішіндегі ең ірі Әрқайым және Сынтасты болып табылады. Қостанай облысында Әрқайым архитектурасына ұқсас қамысты қоныстары бар. Оның көлемі 140-150 метр және бұрыштары дөңгеленген төртбұрыш пішінде қосарланған үймекпен жабылған. Сынтастықтар мүрдені қабірге сол қырымен алқандарын бетінің тұсына қойып жатқызған. Ерлер мен ұл балалардың қарумен, әйелдерді әшекейлермен жерленген. Металдан және тастан жасалған еңбек құралдары мен түрлі заттар ерлер қорымынан да, әйелдер қорымынан да табылды. Жерлеу кезінде құрбандыққа жануарлар, соның ішінде жылқы, ірі қара мен ұсақ мал шалынған. Келесі мәдениет бізде Алакөл мәдениеті. Алакөл мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 12-ші, 17-ші және 13-ші ғасырларды қамтиды. Алакөл мәдениеті орманды далада өмір сүрген алакөлдіктер қабырғалары бөренемен құрастырылған үлкен жартылай жер үйлерде тұрған. Әрбір үлкен үйде жерден қазылып, таспен өрілген бірнеше ошақ болды. Батыс Қазақстан далаларында орманның болмауы тасты бұлақ қоныстарының өзіндік ерекшелігін қалыптастырды. Онда ағаш орнына тас қолданды. Алакөлдіктердің жерлеу құрылыстары әртүрлі: топырақ және тас қорғандар, тасты қоршаулар, шеңберлене қаланған тастары бар қорғандар болды.
Мәйіттердің шынтағын бүгіп, сол жағымен бүктестіре жатқызып, басын батысқа қарата жерлеген. Алакөл мәдениеті дамуының соңғы кезеңінде мәйітті өртеу белгілері де кездесті. Жерлеу орындарында қарулар мен еңбек құралдары сирек, бірақ әйелдердің әшекейлері көптеп табылды. Келесі мәдениет бізде Федоров мәдениеті. Федоров мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 15-12 ғасырларды қамтиды. Федоров мәдениеті алакөлдіктердің дәстүрін жалғастырды. Белгілі бір кезеңде алакөлдіктер мен федоровтықтар бір-бірімен қатар өмір сүруі мүмкін. Федоровтықтар шығысқа қарай жылжып, Тобыл және Ертіс алаптары маңына қоныстанды. Бұл уақытта федоровтықтарды батыс Қазақстаннан қималықтар ығыстырып шығарды. Федоров мәдениетінің батыс шекарасы Торғай қолаты болған. Федоровтардың тіршілікке қолайлы ұзақ уақытқа лайықталған қоныстары алакөлдіктердің қоныстарымен шамалас болды. Олардың жеңіл қабырғалары жер үйлері алакөлдіктерден үлкен жартылай жер үйлеріне ұқсас. Федоров обалары өзенінің биік жағалауында тобымен орналасқан, кейде қорғандар мен қоршаулар тізбегі түрінде болады. Тас кездеспейтін жерлерде федоровтықтар қорғандары қоршаусыз топырақ үймектер түрінде тұрғызылған. Федоровтықтардың материалдық мәдениеті бұйымдарына пышақ, қанжарлар және сүйектен жасалған құралдар тән. Атқа салт міну кең тарала бастағандықтан алғаш рет өзекті, сүйекті және мүйізді ауыздықтар қолданыла бастады. Келесі бізде үлкен мәдениеттің бірі Беғазы Дәндібай мәдениеті деп аталады. Беғазы Дәндібай мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 10-8 ғасырларды қамтиды. Сарғарылық мәдениетімен, өзіндік қыш бұйымдары және басқа да белгілермен ерекшеленеді. Ол кең байтақ жайылымдары мен кең орындары бар сарыарқамен байланысты. Беғазылықтар мал шаруашылығы мен қола металлургиясының дамуына байланысты өркендеген. Бұл мәдениетте ерте темір ғасырының да белгілері кездеседі. Bir қатар ыдыстан тамғаға ұқсас белгілер табылды. Бұл мәдениеттің ерекшелігіне мүрдені шал қасынан жатқызып жерлейтін тастан құрастырылған кесенелердің болуы жатады. Ағаш көмірі мен күл қабаттары ағашпен жабылған төбесін отқа өртеу салтының болғанын көрсетеді. Қазіргі заманда отандық археологтердің ең басты мәселелерінің бірі Сарғарылақ және Беғазы Дәндібай мәдениетінің ара қатынасын зерттеу болып табылады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осымен аяқталды. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Бүгінгі сіздерге берілетін үй тапсырмасы 4 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ: Қазақстан аумағындағы қола дәуірі. Екінші сұрақ: Қазақстандағы Андронов мәдениеті. Үшінші сұрақ: Беғазы Дәндібай мәдениетінің ерекшеліктері. Және төртінші сұрақ: жерлеу салтындағы өзгерістер. Ал білімгерлер, бүгінгі сіздерге айтылған жаңа тақырыбымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.